Қазір көктем аллергиям бар, ішім ауырады, постоянно бүрлеп тұрады деген маған көптеген сұрақтар келеді. Ол не дейін дейді. Әр аурудың өзінің себебі бар демекші. Психосоматика ішкі аурудығы көбінесе мынау мен өзімнің жақын близкий окружениемде бір нәрсені қабылдай алмай жатырмын. Ол нені қабылдай алмай жатырмын? Соны себебін тапқан кезде мынау стресс та кетеді, денедегі аллергия да кетеді. Көбінесе ол кісілер, как правило, жақын окружениесі, может жұмыста ма, может үйінде ма, может баласын ба, күйеуін ба, келінін ба, бір нәрсе оған күні бойы ұнамаған кезінде ол дене осылай аллергиямен отвечать етеді. И мен бір нәрсені қатты переживать етіп жүрмін деген кезінде іштен тынам деген әрбір қазақтың сөзі дұрыс қой. Сол іштен тынған кезінде іші ауырып бастайды. То есть психосоматика любой аурудың себебі бар. Ал себебі көбінесе бізде мынау қазір мынау ішіңіз ауырып жатса, значит сен іштей тынып бір нәрсені переживать етіп жаттың. Сен сол ситуацияны басқа көзбен қарап, мынау мен переживать еткеннен бәрі еш нәрсе өзгермейді. Осыны әрбір ситуацияны Аллаға тапсыру деген де бар. Соны Аллаға тапсырсам или сол ситуацияға көзқарасымды өзгертсем қалай болады деген кезде адамға түсінік келіп, сол ситуацияны басқалай қабылдаған кезінде мынаның аллергиясы да жазылып кетеді. Ішіндегі зажим блок дейді, соның барлығы шешіліп бастайды. Себебі әрбір аурудың өзінің себебі бар. А себебі сіздің денеңіз арқылы екен. Сен сол ситуацияны дұрыс емес қабылдап отыр екенсің. Соған саған өзіңе осознание келген кезінде, түсінік келген кезінде, сен сол ситуацияға басқалай қарайсың. Басқалай қараған кезінде мына ауруың өзінен өзі кетіп бастайды.